Достар, егер сіздер көркемдеп жазылған Құран аяттарын жақындарыңызға діни сыйлық ретінде беруді қаласаңыз, немесе үйдің төрінде Аллах тағаланың сөзін ілгіңіз келсе, бізге тапсырыс беріңіздер. Біздегі барлық дүниелер 100% қолдан жазылады, әрі бағасы да қолжетімді. Біз сіздер үшін Қазақстанның барлық жеріне тегін жеткіземіз. Ендеше достар, төменде көрсетілген байланыс бойынша бізбен хабарласыңыздар. Мұхаммед Фатих. Осман тарихының көркем тұстары атты кітапта мына бір оқиға былай баяндалады. Күндердің күнінде Константинопольдің жалаушысы ретінде күллі әлемге танылған Осман мемлекетінің 7-ші сұлтаны Мұхаммед Фатих таққа отырған кез еді. Ол енді Стамбул қаласын көркейтуге атсалысады. Бір күн ол қалада үлкен зәулім мешіт салуды көздейді. Мұндай мақсатын жүзеге асыру үшін ол елге танымал болған шетелдік бір сәулетші инженерді алдына шақыртып былай дейді: "Мен қалада ең көркем әрі ерекше мешіт салдырғалы жатырмын. Сен сол жобаны өз қолың ал. Менің бұл жобадағы басты қалауым ол мұнаралары биік әрі мәрмәр тасынан жасалатын болсын" деп шартын қояды. Шетелдік маман келісіп сұлтанның сарайынан шығып кетеді. Көп ұзамай мешіт құрылысы басталады. Алайда жобаны басқарған әлгі шетелдік кісі белгісіз бір себептермен мешіт мұнараларын қысқа етіп, сұлтанның бұйрығын орындамай қояды. Кейін оның мұндай әрекетін сұлтан естіп қатты ашуланады. Мұнарасы қысқа болған мешіттің көрінісі де онша болмайтынын білген сұлтан бұйырғаннан бас тартқан әлгі сәулетшінің бір қолын кесуге шешім шығарады. Шынымен де сұлтанның бұйрығы жүзеге асады. Сәулетшінің сол қолы кесіледі. Алайда кейін бұл әрекетіне сұлтан Мұхаммед Фатих қатты өкінеді. Арада күндер өтіп, әлгі сәулетші өзінің осындай зұлымдыққа ұшыраған шағымын жазып, әділдігімен танылған Қыдыр Жәләби деген жергілікті қазының алдына барады. Ол бастан өткеннің барлығын қазыға айтып жайып салады. Сәулетшінің сұлтанға шағымданған мұндай арызы бүкіл батыс еліндегі халықтардың арасына тез тарайды. Қазы болса дереу іске кірісіп, сұлтанға хат жазып елші жібереді. Елші сұлтанның құзырына келіп: "Халықтың арасында сізге қатысты арыз түсті. Соның анық-қанығын анықтау үшін қазы Қадыр Жәләби сізді алдына шақырып жатыр" дейді. Мұны естіген сұлтан үндеместен келісіп, әділдік барлығынан жоғары деп, ертесіне қазының алдына келеді. Қазының алдына кірген сұлтан онда тұрған орындыққа жайғасып отырады. Ал әлгі сәулетші оның қасында тұрып тұрады. Мұны көрген қазы сұлтанға қарап: "Сіздің үстіңізден арызданған кісі жаныңызда тұрып тұр. Сіз оның қасында отыруға ақыңыз жоқ. Өйткені сіз айыпталушысыз. Ендеше онымен бірге тұрып тұрыңыз" дейді. Сұлтан болса қарсыласпастан орнынан тұрып сәулетшінің жанына келеді. Сосын отырыс басталып, алдымен сәулетші басынан өткенді ескеріп, зұлымдыққа ұшырап қолынан айырылғанын айтады. Кезек сұлтан Мұхаммед Фатихке де келеді. Ол істегенін мойындап, сәулетшінің сөзіне қосылғаннан басқа ештеңе айтып ақталмайды. Екі тарапты тыңдап болған қазы біршама уақыттан кейін ешкім күтпеген шешім шығарады. Онда былай делінеді: Стамбул қаласының қазысы Қыдыр Жәләбидің шешімімен әрі шариғат үкімі бойынша сәулетшіге жасаған зұлымдықтың есесін алу үшін сұлтан Мұхаммед Фатихтың қолы кесілсін. Мұны естіген сәулетшінің бойы бірден сыздап, аң-таң болып қалады. Ол қазының сұлтаннан қорықпай үзілді кесілді осылай шешім шығара салғанына әрі әділдігіне қатты таңғалады. Себебі оның ойынша қазы зұлымдықтың ақысы ретінде ары кеткенде қаржылай айыппұл салады деп пайымдаған болатын. Расымен де Константинопольді басып алып, бүкіл батыс елдерін үрейде ұстаған сұлтанға мұндай үкім шығару үшін кімнің болса да үлкен жүректі болу керек еді. Қазының мұндай шешімін үндемей тыңдаған сұлтанды көргеннен кейін сәулетші кенет оған жаны ашып: "Уа қазы мырза, мен өз райымнан қайттым. Мен оған мұндай жазаны беруіңізді қаламаймын. Мен сұлтанды кешірдім. Оның қолын кесуді елестете де алмаймын. Егер берген арызыма міндетті түрде жаза тағайындалу керек болса, онда ақшалай айыппұл сала салыңыз. Мен соған ризамын" дейді. Сосын қазы Қадыр Жәләби ендеше сәулетшінің кешірімін ескере отырып, зұлымдықтың есесі ретінде сұлтанға оған өмір бойы күнде 10 дана алтын беріп тұру міндетін жүктеймін дейді. Мұны естіген сұлтан сөз алып: "Егер қарсы болмасаңыз, күнде 10 емес 20 дана алтын беріп тұрамын" дейді. Осылайша қаздың нақты шешімі шыққан екен. Кейін мұндай жағдайды бүкіл халық естиді.
Расында бұл мұсылмандар арасында болған әділдіктің көркем көрінісі еді.